Түркістанның алақандай жері ат басындай алтынмен теңеседі. Біз бұл сөздің мағынасын тура мағынада емес, астарлы мағынамен қабылдаушы едік. Ал мына жазылған арыздың негізіне сүйенсек, тура мағынада қабылдау керек сияқты. Ендеше бастайық. Убайда деген кісіге Түркістан қаласы, Исмаилов көшесі, нөмірі 52-ші жер телімі беріледі. Ағамыз уақытысында жасап алуға мүмкіндігі болмай, жағдайы келгенде құжат рәсімдемек болады. Ал оған дейін картада белгіленген жеріме кім қол сұғар деп өз бетінше құрылыс жұмыстарын бастаған. Қоршап үйдің іргетасын құйып қояды. Алайда ол кісіге Жолдыбаев деген азамат хабарлама жібереді. Айтуынша, ол Түркістан қаласының әкімдігінің 2019 жылы Абдразаков Абдуллаға берген қаулысының негізінде 2020 жылда нотариалды түрде сатып алған. Сонымен журналистік зерттеу барысында Абдразаков Абдуллаға барып көрдік. Ол кісінің жері мүлде басқа жерде, және оның шамамен 2018 жылы толық құжатпен сатып жібергені туралы, сондай-ақ нотариус Баян ханым емес, ұлты өзбек кісі арқылы келісім жасалғанын алға тартты. Ол туралы бейнежазбаға басылды. Бұлай деуге себеп Жолдыбаевтағы құжатта нотариусте Баян ханым көрсетілген. Әрі қарай арыз иесі бұл істі өз бетінше сұрастыра келе, осындай құжаттарды Түркістан жер қатынастары бөлімінің басшысы Нариман Қасымбеков пен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамның Түркістан облысы бойынша филиалының Түркістан қалалық бөлімшесінің басшысы Нұрбол Жүнісбеков екеуі бірлесе отырып жасайтындығын білгенін, өзі сияқтылар жалғыз емес екендігін анықтағанын айтады. Сонымен мына арыз иесі шын мәнінде жердің иесі бола тұра. Әрине, картада сол кісі. Айдың күні аман ел бейбітте осылай ашықтан ашық жерінен айырылса, онда бұл шынымен де Түркістанда жемқорлар жайлағаны. Бұл арыз суретте көргендей бірнеше мекемелерге, тиісті органдарға жолдануда. Құрметті қала әкімі Рашид Абатұлы, сізді де осындай іске қатысы бар деген халық арасында сөз жүруде. 2019 жылғы қаулы сіздің атыңыздан шығып отыр. Демек, күдік келтіруге негіз бар. Немесе жер қатынастар бөлімі сіздің алдыңызға жартылай жалған құжат әкеліп қол қойдырып жүр. Бұның барлығы нақтыланбаған мәлімет. Осы істе қандай да бір қылмыстық істер орын алса, тиісті орынға мәлімет жіберуді сұраймыз. Екінші бөлімнен аталған лауазым иелерінің Түркістанға келген бойда көтерген үйлермен ол жерлердің картада қалай көрсетілгенін жариялайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.